Бұлар қай жерде өседі? Бұл жер не істеп, бұлар не істеп тұр тұрғанда қараш? Шөлеуш не істеу керек бұларға? Жарайсың, ендеше су құйып шықшы гүлдерге. Қане, құяғы гүлдерге. Ой, жарайсың, гүлдер саған рахмет айтып жатыр. Қуаныш, үйінде көп гүл бар ма? Енді сосын не істейді тағыда анашы гүлдерге? Жапырақтарына су себеді, көрдің бе? Анаң екеуі маған бір гүл отырғызып әкеп бересіңдер ма? Гүлді отырғызып, маған әдемі гүл отырғызып, және оны қалай отырғызады маған айтып бересің, жарай ма? Саламатсыздар ма? Қуаныш, бүгін біз бөлме гүлдерін топырағын ауыстырып, жаңа горшокке отырғызып үйренеміз. Көктемде және күз мезгілінде гүлдердің осылай топырағын ауыстырамыз. Сал. Астыңғы жақтарына бір слой топырақ саламыз. Ол аты қандай гүл, Қуаныш? Бөлме гүл. Бөлме гүлдері. Аты доллар гүлі, иә? Қуаныш, осы бөлме гүлін отырғызған саған түсінікті болды ма? Енді осыны қалай отырғызғаны туралы апайыңа айтып бер. Апайыңа 8-ші наурыз мерекесімен құттықтап сыйлай ғой, иә? Апай ой. Не деген гүл мынау? Кім екеу? Кім не істедіңдер? Бұл кім отырғызды? Анасының бірінші отырғыздық. Өте керемет. Рахмет. Бұны қалай отырғызыңдар енді? Не керек екен гүл отырғызу үшін? Дәмейін топырап, ыстықтап, несі алғыс айтамын. Ой, рахмет. Мен де саған алғыс айтамын. Рахмет гүлің үшін. Әке, қайсы келдік біз? Біз күрес алдынан белгілеу күресінен осы жерде мен жаттықтырушы екенін білесің ғой. Осы жерде сен сияқты кішкентай балаларды тәрбиелеп дайындап жатыр. Бұйырса, сен де келесің. Қазір мен саған белгілеу күресінің бір-екі аттестациясын көрсетемін, жарай ма? Қауіпсіздіктің алдын алу үшін жаттығу жасап аламыз, жарай ма? Сен бақыттысың, осы айтқан менің отбасың барыңда. Сен бақыттысың, осы айтқан менің отбасың барыңда. Өскенде әкем жақты ұспырсуым ек. Анам жақты еңбек қоруым ек. Балам, Алла бұйырса, әлем чемпионы боламыз.